Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте тойымды маш көже жасайтын боламыз. Бізге керегі сәбіз, картошка, болгарский пияз, чеснок және еттің орнына мен қазы қосып жатырмын. Ең алдымен қызып тұрған майымызға болгарский пиязымызды және қазымызды салып қуыратын боламыз. Сіздер жақта қалай атайсыздар? Кейбір өңірлерде машқорда деп жатады. Біз маш көже деп атаймыз. Сіздер қалай атайтындарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Үккіштен өткізілген сәбіз бен чесногымызды салып қуырамыз. Үстіне картошкамызды саламыз. Біздің ең сүйікті тағамдарымыздың бірі, балдар жақсы көреді маш көжені. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Үстіне томат саламыз. Үстіне тұз, приправамызды саламыз. Және көз мөлшерінде өзімізге қажетті суымызды құямыз. Осылай суымызды құйып, қайнамай тұрып машымызды саламыз. Себебі бізде маш өте көп қайнайды. Сондықтан су құйғаннан кейін сразу машымызды салып жібереміз. Менде 2 кесе маш. Және машымыз піскеннен кейін барып, біз 1 кесе күріш саламыз. Осылай баяу отта 5-10 минут пісіреміз. Күрішіміз піскенше, сосын біздің маш көжеміз дайын болады. Міне біздің маш көжеміз осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды, өте дәмді. Видео ұнаса маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.